5 минутта таңғы асқа тойымды әрі дәмі тіл үйіретін сэндвич дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізге осындай тосыбый нан керек, болмаса қарапайым наннан жасасаңыздар да болады. Арнайы гриль табаға немесе осындай жай табағада екі жағын аздап қызартып алатын боламыз. Бір пиязымызды ұсақтап тураймыз. Негізі қызыл пияз қолданған дұрыс. Піскен жұмыртқаларымызды оны да турап қосамыз. 4 жұмыртқа кетті. Және сэндвичке ең басты дәм беретін туна пеликанның тунец консервідегі балықтары майынан осылай ажыратып саламыз. Дәмі өте керемет, міндетті түрде алып көріңіздер. Үкіштен өткізілген сыр және майонез саламыз. Қалауыңызша тұз қоссаңыздар болады. Барлығын араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді қызанақтарымызды турап аламыз. Және жаңағы нанымыздың үстінен салат жапырағы, оның үстінен начинкамызды салып тегістеп, қызанағымызды саламыз. Және нанның екінші бөлігін үстінен жабамыз. Міне біздің сэндвичіміз осылай дайын болады. Қазір кесіліп көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кескен кезде арасы осындай өте керемет, тәбет ашарлық. Таңғы асқа әсіресе өте керемет болып шығады. Видеоны сақтап алып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.